Сіздің кемшілігіңіз қайсысы? Менің кемшілігім сенгіштігімде шығар. Мен адамды бәрін өзімдей көрем. Сеніп қалам, ашықпын, аңқаулығым да бар шығар. Бірақ бұл тұста маған тағы да Қыдекем көмектеседі. Ол кісі кез келген мәселеде мынау дұрыс адам емес, ол кішәл алыстап жүр дейтін, мына тірлік шамалы шикі, осыған мен онша сенбеймін деген интуиция, сезіну, алдын ала көру қабілет соншалықты дамыған, мысалға сөйтіп айтады ғой, дәл ғой. Ал мен деген сол ақ көңілділікке салып, ой қандай күшті, иә, бола қалсыншы деп тұрам ғой. Бірақ Қыдекеңнің тоқтатқан жеріндегісі дөп түсіп жатады. Мысалға кешегі тойды басқару керек, осы ақын қызымыз басқарсын деп осындай ниет қылып отырмын дегенде, қақат деді. Ондай мысалдар көп. Сол кезде мен неге, құдай ол қазақтың керемет ақын емес па, ағып тұрған деген сияқты ше, мен бер жағынан көреді екем да, Қыдекең әр жағынан көреді. Сондықтан да осылай міне бір-біріміз толықтырып тұрамыз. Кез келген мәселеде сол кісімен ақылдасам. Осыны қалай ойлайсыз деп. Я десе ақ, десе ақ, қара десе қара. Үлкен де кішіге де, осы үлкен ортаға да, кішілерге де бір сыйымдысыз, сыйлысыз. Қашаннан бері, неге байланысты, неден басталды? Әр қашанда. Бала кезімдегі достарыммен араласам күні бүгінге дейін. Кімнен болмасын, қалай сұрамасаңыз да, біздің Қақат әр қашанда осындай адамдарды біріктіріп, таныстырып, дос қылып, өстіп жүру қасиеті бала кезден бартын дегенді айтады. Кімнен дарыған? Анамнан шығар, көбірек анамнан. Анам сондай ашық кісі болатын. Анам сондай қол ашық, жүрегі ашық, барын бергісі кеп тұратын, сыйласқанды жақсы көретін, көпшіл, кең пішілген адам болатын. Сол қасиет менде бар деп ойлаймын. Қарақатта не жоқ? Бір кем дүние ғой. Жоқ, менде бәрі бар. Негізі, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, менде бәрі бар. Рахмет сізге, бізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Шығармашылық табыс, жаңағыдай әдемі кеш ұйымдастырайын деп жатырмын, кітап шығайын деп жатыр дедіңіз. Сәттілік барлығы оқырманның да, көрерменнің де жүрегінен бір ойып тұрып орын алатын сондай бір жаңалық болсын. Аумин. Рахмет сізге, бізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Рахмет. Қымбатты көрермен, біздің сырласуымыз осымен аяқталды. Келесі сырласуды күтіңіз.